Алма. Қоңыр күз мезгілі еді. Ағаштың жапырақтары түсіп, тек жабайы алма ағашының басында жалғыз алма қалыпты. Осы кезде орман аралап жүрген қоян алманы байқап қалады. Оны қалай алуға болады? Алма өте биікте, секіріп жете алмайсың. Шырша бұтағында отырған қарға қоянның қылығынан сырттай күліп отырды. Қар. Оны көрген қоян, қарға, маған алманы үзіп алып берші, дейді. Қарға ағаш басына ұшып барып алманы үзіп алады. Бірақ алманың тұмсығымен қармап ұстай алмай, жерге түсіріп алады. Рахмет саған, қарға, деді де қоян алманы жерден көтермек болды. Ал жерге түскен алма жаны бардай дыбыс шығарып қозғалып жүгіре жөнелді. Бұл қалай? Қорқып кеткен қоян алма ағаштың түбінде ұйықтап жатқан кірпінің тікеніне құлағанын түсініп, кірпі, тоқта деп айғайлады. Менің алмамды қайда алып бара жатырсың? Кірпі кідірместен, бұл менің алмам, ол төбеден құлады, ал мен болсам оны ұстап алдым. Қоян да қояр емес, алмамды қайтарып бер, оны тауып алған мен. Таласып жатқан қоян мен кірпіге қарға қосылады. Босқа таласасыңдар, алма менікі. Мен оны өзім үшін үзіп алғанмын, деді ол, өтірік шынын араластыра. Олар бір-бірімен түсінісе алмай, алманы әрі тартып, бері тартып, орман айғайдан у-шу болып кетеді. Сол кезде Қорбаңбай Аю келіп қалады. Бұл не деген айғай-шу? Мазамды алдыңдар ғой. Бәрі оған жақындап, сен Аю біздің ормандағы ең үлкен әрі ең ақылдысың. Сондықтан бізге алманың кімдікі екенін айтып берші, деп Аюға оқиғаның қалай болғанын баяндап, төрелігін сұрайды. Аю сәл ойланып, былай деп сұрайды. Алманы кім тапты? Мен, деді қоян. Ал алманы кім үзіп алды? Мен, деп қарқ етті қарға. Жақсы, кім оны ұстап алды? Мен ұстап алдым, деді кірпі. Мінекей, бәрің де дұрыс айтасыңдар. Өйткені әрқайсыларың алманы алу үшін еңбектендіңдер. Алма бәріңдікі. Мұнда бірақ алма ғой, деді кірпі, қоян, қарға түк түсінбей. Бұл алманы теңдей бөліңдер, әрқайсың бір-бір бөлігін алыңдар, деді Аю. Мұны естіп бәрі қуанып кетті. Бағанадан бері біз бостан-босқа таласқан екенбіз ғой. Кірпі алманы 4 бөлікке бөледі. Қоянға бір бөлігін беріп, бұл саған қоян, сен алманы бірінші көрдің. Екінші бөлігін қарғаға беріп, бұл саған қарға, сен алманы үзіп алдың. Үшінші бөлігін кірпі аузына салып, бұл маған, өйткені алманы ұстап алған мен. Кірпі Аюға 4-ші бөлігін беріп, бұл саған Аю, дейді. Маған не үшін деп таңғалды Аю. Сен бізге ақыл айтып татуластырдың, деді ол риза кейіппен. Әрқайсысы өзіне берілген алманың бөлігін жеп риза болды. Өйткені Аю ешкімді ренжітпей, дұрыс, әділ шешім шығарған еді. Береке басы бірлікте деген осыдан қалған көрінеді. Назарыңа рахмет. Бізге жазыл.